Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге Мақпал. Мен сіздерге бүгін лагман созу тәсілімді көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға салқын суымызды құямыз, бір қасық тұзымызды саламыз, сосын жақсылап ұн салып араластыратын боламыз. Жұмыртқа ештеңе қоспаймыз. Суымыз салқын болуы қажет. Сосын көшемізді тастай қылып илейміз. Сосын жақсылап егін қандырып, пакетке салып қоямыз. 15-20 минуттай пакетте тұрады. Сосын пакетімізден алып, оқтаудың көмегімен шамалы жаятын боламыз. Бұл күшелеп алуға бізге ыңғайлы болады. Қалыңдығын осындай қыламыз. Сосын күшелейтін боламыз. Видеодан көргендеріңіздей осылай нандарымызды күшелеп аламыз. Сол кезде біздің лагмандарымызды созу ыңғайлы болады. Лагманды осындай ағаш тақтайға созған ыңғайлы. Сол кезде бір қалыпты болып созылатын болады. Сосын күшемізді алып, майдың көмегімен осылай домалатып шығамыз. Сосын ыдысымызға ұлу тәріздес етіп орап салып қоямыз. Барлық күшелерімізді осылай қайталап шығатын боламыз. Барлығының қалыңдығы бір қалыпты болу маңызды. Осылайша лагмандарымыздың бәрі ұлу тәріздес етіп орап шығамыз. Кейін үстіне май жағамыз. Бұл бір-біріне жабысып қалмау үшін қажет. Кейін лагмандарымызды пакетке салып 15 минуттай қойып қоятын боламыз. 15 минут уақыттан кейін алып лагмандарымызды созып бастайтын боламыз. Осылай жайлап түсіріп аламыз. Ол май болғандықтан бір-біріне жабыспайды. Осылайша лагманымызды алып, бір қалыпты етіп созып шығатын боламыз. Осылайша алақанымыздың көмегімен лагмандарымызды созып шығатын боламыз. Кейін лагманымыздың бір ұшымен екінші жағын ұстап, осылай қолымызға жинайтын боламыз. Сосын осылай видеода көрсетілгендей ұратын боламыз. Сол кезде лагман жақсы созылып, бір қалыпты болып шығады. Егер қамырымыздың иегі қанып, тұзы бәрі жақсы салынған болса, осылайша қамырымыз жақсы болып шығады. Ешқандай жабыспайды, суға түскен кезде бытырап қайнап пісетін болады. Осылайша біздің қамырларымыз дайын. Енді қайнап тұрған суға тұз салып, 5-6 минуттай қайнатып алатын боламыз. Сосын қайнаған қамырымызды сүзіп алып, үстіне міндетті түрде сұйық май құямыз. Сұйық май бір-біріне жабысып қалмау үшін көмектеседі. Осылайша біздің лагмандарымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.